зейін адам санасының қандай да бір өзіне қажетті немесе қызықтырған затқа, құбылысқа немесе іс-әрекетке бағытталуы және шоғырлануын біз зейін деп атаймыз. Сананың бағытталуы деп объектіні таңдап алуды айтамыз. Ол сананың бір нәрсеге шоғырлануы дегенде бұл объектіге қатысы жоқтың бәріне назар аудармауды айтады. Яғни сіздің баланың немесе адам ретінде өзіңіздің бір көңіліңіз ауады. Сол қалаған жұмысқа деген өзіңіздің ұнату сезіміңіз, оны жасағандағы сіздің рахат алатындығыңыз, оны жасаған кезде сіз өзіңіз күш алатындығыңызды бұл зейіннің ең басты көрсеткіші, бағыты. Білім беру үрдісінде зейіннің алатын орны ерекше. Құрметті ұстаздар, сондықтан баланың зейінін қалай ашатындығымыз жөнінде соңғы видеоларымда, соңғы осы видео барысында мен сіздерге бірнеше жаттығуды көрсететін боламын. Сонымен қатар бұл зейінін ашу баланың бірден бір видеоға сыйып кете алмайды. Сондықтан бұл баланың зейінін қалай ашамыз деп аталатын бірінші сабақ. Бұл сіздерге қосымша ретінде жүреді. Ата-аналар болса да көруге болады. Және ендігіден бастап зейінді ашуға арналған арнайы бағдарламалар, арнайы видео сабақтар жүктеп отыратын боламын. Сабақ үрдісінде зейінді тәрбиелеу жолдары: өзара әңгіме, баламен әңгіме айту, сұрақ қою, орындалған тапсырманы ұжымдық түрде қорытындылау, берілген тапсырма бастауыш сынып оқушысының бала күшіне сәйкес келуін қадағалау. Ал сабақ кезінде сергіту жаттығулары, ойын сәттері зейінді қалпына келтіретін әдістер болып табылады. Көрнекті құралдардағы сөздер тым ұзақ болмай, ондағы сөздердің ең бастыларын бірден оқып түсіну үшін әріптерді түрлі бояумен безендіру қажет. Әрине, ұстаздар, сіздерге көптеген сынды айтылып жатады, ақылды айтылып жатады, бірақ сіздің нақты әрекеттеріңіз жақсы көрініс тапқан кезде сіздің оқушыларыңыз да өзіндік нәтижесін береді. Көптеген мектептерде болады, оқушылар осы ата-ананың тарапынан, оқушының тарапынан айтылатын: мен мысалы бір ұстаз айтады да, Маржан деген ұстазға барғым келеді. Және оның сабағындағы оқып шыққан балалардың бәрі сайыпқыран болады. Неге? Өйткені ол ұстаз бірінші өзін тәрбиелейді. Оны қалай тәрбиелейміз? Оны да келесі сабақтарда айтатын боламын. Бастауыш сынып оқушыларының зейінін аударуы үшін объектілерін үнемі өзгертіп, не соларды бірінен соң бірін алмастырып отырған жөн. Тек сонда ғана бала зейінінің тұрақтылығы дамиды. Төмендегідей жаттығуларға бала зейінін дамытуға қажетті деп ойлаймын. Сондықтан міндетті түрде көріңіздер. Ұқсастық пен айырмашылық. Мектеп оқушылары, әсіресе бастауыш сынып оқушыларының арасында бұл көп кеңінен қолданылады. Бастауыш сынып оқушыларына өздеріне таныс заттар, мысалы сүт пен суды, сиыр мен жылқыны, күшік пен мысықты алып, сол суреттерді көрсетіп, оның айырмашылығы неде? Оның қандай өзіндік проблемалары, мақсаттары бар, осы өмірде қалай сүреді, сондай секілді қызықты етіп сұрақ қоюға болады. Және мамандықтар жөнінде айтуға болады ересек балдарға. Таң мен кешті, табандылық пен қыңырлықты түсіндіріп отыруға болады. Ал екінші, басқа қырынан таны. Белгілі бір затты аласыздар, басқа қырын ашу. Мысалы, сіріңке тек жанып жарқырап қана қоймай, ол жанып біткесін физикалық түрде пішіні мен салмақ жағынан кішірейді. Сосын оқушыларға қарапайым түсінікті болуы қажет сіздің түсіндіріп жатқан дүниеңіз. Және міндетті түрде мүмкіндік болған жағдайда, қазір мультимедиалық сыныптар бар, немесе мультимедиалық осындай әдемі бейнелер, суреттер арқылы жұмыс жасау керек. Себебі қазіргі балалар барлығын мультфильм түрінде немесе түрлі түсті бояулармен келтірсеңіздер болады, бірінші және екінші сынып оқушыларына. Мысалы, қателерді түзету жаттығу. Бұл көбіне 3-4 сынып оқушыларына арналған. Жүргізуші қағаз парағына сөздерді, әріптері тасталып кеткен және орындар ауыстырылып жазылған бірнеше сөйлем тақтаға жазады. Оқушыға мәтінді оқып, бір рет қана қатесін тез арада қызыл сиямен жөндеуді бұйырсаңыз, содан соң ол парақты басқа оқушыға береді. Ол қалған қателерді міне осылайша барлық топтағы оқушылар қалыптасады. Яғни
бірігіп жұмыс жасайды. Ең соңғысы ең зейінді деп аталатын жаттығу. Оқушылар жарты шеңбер болып тұрады. Мына жерде толық болса, қызылдан бөлек жартысы. Жүргізуші тұрған оқушылардың тұрысын есте сақтап қалады. Содан соң теріс айналып тұрып, қатысушылардың тұру ретімен айтып шығуы тиіс. Жүргізуші болып келесі оқушы болады. Ойын осылай жалғаса береді. Көрдіңіздер ме? Баланың зейінін ашу тек бір бағытта ғана жүрмейді. Оның бірнеше бағыттары бар. Бұл жай ғана бір шолу сабағы болды. Алдағы уақытта тағы бірінші, екінші, үшінші деп кете беретін тегін сабақтарды міндетті түрде көріңіздер. Көп адамдарға бұны сатып жатыр. Сау болыңыз.